Мына ату жазасын қолданып отырған елдері бар ғой. Солар еріккенен қолданып жатқан жоқ оны. Еріккен атып жатқан жоқ. Олар миллиондап штраф та салды, түрмеге де жіберді, тоқтата алмады жемқорлықты. Содан кейін барып, мына осы ату жазасын қолдана бастады. Содан олар толық тоқтата алған жоқ, 80-90% жемқорлық тоқтады. Біз неге аяуымыз керек оларды? Қазағым деп. Оларға қазақ керек жоқ. Оларға мемлекетті керек жоқ, қазақ елі де керек жоқ. Олар ұрлап, жырлап, барып Дубайдан 20-30-дан квартира сатып алып, сол бассейнде жатса, тәтті тамақ жесе, қымбат киім кисе болды. Одан ары қарай олар ешнәрсе ойламайды. Онда ары қарай ойлауға қабілеті жоқ. Олар түкіргені бар біздің елімізге, жерімізге. Ондай болатын болса, біз оларды неге аяуымыз керек? Адам өзінің жанын, тәнін аман алып қалу үшін мына гангрена болған қолын кестіреді ғой. Не болмаса аяғын кестіреді, келісім береді. Дәл сол сияқты біз 100 бола ма, 1000 бола ма, мына жемқорларды ату жазасын қолдануымыз керек. Басқа жолы жоқ, оларда тоқтату мүмкін емес. Штраф, оның бәрін олар ойлап қойған. Егерде штраф салса төлейміз, жартысы кетеді, жартысы жетеді бізге деп. Түрмеге жіберсе, бәрін сатып аламыз, қайтадан шығамыз деп, оның бәріне олар дайын, одан олар қорықпайды. Біз көп айтады ғой, мына Россия құртады Қазақстанды, Қытай құртады деп. Россия да Қытайды құртпайды. Қазақты уже жемқорлар құртып жатыр. Бізде уже мыңдап емес, 100 мыңдаған жемқорлар бар. Бәрі жерге кіріп алған. Әбден үйренген, құныққан. Сондықтан оны тоқтату тек қана мына осы заңның, қатал заңның күшімен ғана тоқтатамыз. Болмаса басқаша жол жоқ. Соны біз түсінуіміз керек. Басқа жолы жоқ. Егерде жемқорлық тоқтатпасақ, кез біздің қалт-құлт етіп тұрған үкіметті, қалт-құлт етіп тұрған мемлекетімізді онда жемқорлар құртады. Оны басқа елдер де көріп отыр. Бізге соғыстың да қажеті жоқ. Өзіміз жеп жатырмыз. Жемқорлар жеп жатыр. Сондықтан ату жазасын репрессия қолдану керек деп ойлаймын.